Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді, нәзік, үлпілдек болып шығатын бекер саусақтары тортын дайындаймыз. Бұл торттың дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сіздер видеоның соңына дейін қарап, осы тортты дайындап көріңіздер. Ең алдымен газға қоятын ыдысымызға суды құямыз, тұзды салып, үстіне сары майды салып, толықтай массамызды орташа отта ерітеміз. Массамыз толықтай еріген соң жақсылап қайнатамыз. Қайнаған массамыздың үстіне ұнды салып, тез-тез ағаш қасықтың көмегімен араластырамыз. Біздің араластыратын құралымыз өте мықты болуы керек, өйткені бізде өте көп күш кетеді. Осындай комок болып жиналған соң отта араластыруды жалғастырамыз. Керек емес суларын шығарып тастау үшін осылай отта араластырып отырамыз. Астынан осындай белый налет шыққанда оттан алып, басқа ыдысқа массамызды көшіреміз. Енді бұл ыстық массамызды толықтай суытамыз. Осылай араластырып отырсаңыздар тезірек суиды. Қамырымызды осылай қолымызбен ұстағанда жырып-жылы болуы керек. Сондай қалыпқа енгенде үстіне жұмыртқаны бір-бірден қоса отырып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны міндетті түрде бір-бірден салып отыруымыз керек, өйткені біз өзімізге қажетті консистенцияны алуымыз керек. Біздің қамырымыздың консистенциясы тура осылай созылып тұру керек. Бұдан қою немесе бұдан сұйық болып кетсе, біздің печеньелеріміз дұрыс піспей қалады. Бұл массамызды кондитерлік қапшыққа саламыз. Кондитерлік қапшықтың орнына жай целлофан қолдансаңыздар да болады. Енді печеньелерімізді пергаменттің үстіне сығып саламыз. Мен осылай опипайдың шіректері сияқты етіп сығып салдым. Сіздер ұзын етіп жасасаңыздар да болады. Үшбұрыш болып шығып қалған жерлерін қолымызды сулап, тегістеп жіберсек болады. Бұл печеньелерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Біздің печеньелеріміз пісті, енді ол печеньелерімізді бөлек ыдысқа салып, толықтай суытамыз. Енді крем дайындаймыз. Қаймақтың үстіне қантты салып, қант толық ерігенше венчиктің көмегімен араластырамыз. Біздің креміміз осылай сұйық болып шығады. Енді тортты жинаймыз. Енді жаңағы печеньелерімізді кремге батырып, осылай кольцоның ішіне жеке-жеке тізіп шығамыз. Кольцода жинамасаңыздар да болады, просто тарелкаға тізіп қойып шықсаңыздар болады. Сосын толықтай жиналған тортымыздың үстіне артылған кремді бетіне жағамыз да 3-4 сағат тоңазытқышта ұстаймыз. Тортымызды тоңазытқыштан шығарып, қалауымызша сәндейміз. Мен бетіне шоколад құйып шықтым, сосын грек жаңғағын бетіне сеудім. Сосын әдемі болып тұруы үшін шиені бөліктерге бөліп, әр жеріне қойып шықтым. Достар, бұл тортты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл торт өте нәзік, үлпілдек болып шығады. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Міндетті түрде тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Баршаңызға сәттілік тіледім. Сіздермен болған Раушан.